Она так прекрасна, она заставляет меня улыбаться. О, бірдеме де, аха деп. Сендермен қоса мен де аңырап кеттім, құдай-ай, мына бір өлең деген Әселдің каждый выходы, шығуы, кіруіне әйтеуір біздің тиктокта отыратын көрермендері қосып тастапты. Біз де әйтеуір пысылдап отырып оның бәрін көріп тастадық. Ничего страшного, сендердің тең жартысындай мен де бұл ханымды таныған жоқпын. Өтірік айтпай-ақ қойын, көтімді кермей-ақ қойын. Тиктокта я әрине ректе бір-екі рет ана попадалась, но бірақ мен мән берген жоқпын. Өйткені былай ғой негізінде. Кім сондай бір қарым-қатынасқа зәру, сондай бір сыйлықтарға, вниманияға зәру, ондай өмірінде болмаса, ол адам соған асық болады екен, қызық болады екен. Сол жоқ рас, мысалы, саған сондай гүлдер, сондай қарым-қатынас қызық болса, сенде сондай бір ер азаматты жолықтырғың келсе, сондай қарым-қатынасты көргің келсе, қызығып қарайсың ғой. Өміріңде болып жатса, дейсің да, өтіп кетесің күшті деп. Ал өміріңде ондай қарым-қатынас болмаса, саған әлбетте қызық. Ол қалай деп, вау деп, я тоже так хочу деп, біріншісі жаңаға гүлмен қарым-қатынасы керемет болғаннан кейін, қызға деген жігіттің қарым-қатынасы керемет болғаннан кейін қызық болса, екінші себеп сендердегі оларға қызығуларыңның Әселдің мінез құлқы, ішіндегі от алау мінезі, ерекшелігі, мысалы бір тобыр қыздар инабатты, ибалы, өзін барынша, невинная целочка, вот мен әйел болатын қызбын деп, жаңағыдай дәлелдеп отырса, Әсел өзгеше. Да, блядь, мне похуй, мен қатын болатын қыз емеспін, әйел болатын. Мен бақытты болатын қызбын. Мен бірінші өз бақытымды ойлаймын. Да, я такая. Да, она просто говорит. Да, я такая, какая я есть. Ұнатасың ба? Мені осындай қалпыммен ұнат. Сен үшін иілуге, сен үшін өзге адам болуға мен тырысып бақпаймын. Айналайын дейді. Мен таңдап отырмын бұл жерде. Мен өзімді предлагать етпеймін деп отыр. Мен өзгермеймін. Мен саған қызықпын ба? Мені қалайсың ба? Сен өзгер мен үшін. Тырыс мен үшін деп тұр. Мен сенің системаңа бағынбаймын. Маған қызық емес ол. Мен қалағанымша киінемін, қалағанымша сөйлеймін, қалағанымша өмірімді сүремін. Қалай маған ұнайды, солай деп отыр. Сонысымен сені қызықтырып отыр ғой. Өйткені жаным, сенің, духың жетпейді осылай өмір сүруге. Өз қалауыңша өмір сүруге. Түсіндің ба? Вот. Саған сол үшін Әсел қызық. Нә депші? Бұған, басында ойладың, бұған қандай жігіт келеді дегендей. Ашық-шашық, мінезі жұлып жеп тұр. Басымды имеймін деп тұр. Маған біздің менталитетке сай ер азамат ұнамайды деп тұр. Маған бағынатын еркек ұнайды деп бірден айқай салып тұр. Ойбай, қалай? Бұған сонда бізде Қазақстанда еркек келе ма? Келсе де қандай еркек келеді? Дегендей қызық болды басында саған. Өйткені сен басқасың ғой. Ал Әсел басқа. Сен қорқасың ғой олай өмір сүруге. Ол қорықпайды. Біздерге әрдайым өз қалауымен өмір сүретін, системаға бағынбайтын, сен тобыр болсаң ол жалғыз ерекшеленіп тұратын, өзінің мінезі бар, өзін қорғай алатын. Сондай адам бізге қызық. Басында Байзакова да бізге қатты қызық болды.
Вау, разве так можно деп қалдық, барлығымыз. Себебі біздегі менталитет, біздегі өмір, біздегі әйелдер қауымын өшіріп тастаған, басын иіп тастаған система, и оны бұзатын адамдар бізге әрдайым қызық. Өйткені өзіміздің духымыз жетпейді да, еркін өмір сүруге. Ал еркін, ешкімге бағынбай өмір сүретін адам әрдайым бізге қызық. Бүйтіп сілтедім ғой жандарым тиктокты. Тағы да не үшін менің оқырмандарым бұл қызды ұнатып қалды екен дегендей. Оп деп түсіндім бірден. Қылығы мен мінезі, энергиясы, сексуальность, қылық, ойбай, қалай еркелейді өзі, қалай сосын ер азаматын еркелетеді. Вообще супер. Одан кейін барып сыңғырлаған күлкісі, эмоциясы. Күліп отырып, жылай салады ғой, жаным, әйтеуір мың құбылады ғой. Ана жерде көрерменге эмоция береді. Энергия береді. Вот сол эмоция, энергия арқылы көрмейтін сол передачаны сен көресің, тоқтайсың, қайта айналдырып көресің. Енді бұл қыздың жылына, туылған қаласына, еліне тоқтамай қояйын. Бейхабармын. Шынымды айтсам, маған ол қызықта емес, маған оның қылықтары қызық. Оның жасайтын техникалары қызық, оның жаңағы тартымдылығы қызық та. Сендерге сол бір қылықтарына, жаңағы тиктоктағы үзінділерге тоқталып, кішігірім разбор жасап кеткім келеді. Вот и все. Бізге өсек, төсек мәселесі қызық емес. Хотя өзі де бұлшет қызып айта салды. Менде афроамериканец жігітім болды, да? Афроамериканец жігітім болды. Біз үйлене жаздадық. Просто менің әке-шешем қарсы болды. Содан кейін барып мен бас тарттым. Бір қатты ұнағаны, оған Әселге абсолютно похую, кім не айтады, кім не ойлайды ол туралы ше. Өйткені оған тек өзінің ойы ғана маңызды. Вот осы жері ұнады, сол үшін де мен дәл қазір разбор жасап отырмын. Негізінде мен қазақтарға жоламаймын. Өйткені олар деген піш-піш, шіп-шіп етіп шығады ше. Адам нервісін құртып ше. Алып тасташ, удалить етші, неге үйтіп айтасың, мен негіз ондай емес дедім ғой, деп ше, басымды қатырып. Вот. Сол бір сенімділігі, сол бір өзінің ережесімен өмір сүретіндігі маған қатты ұнады. Ал мен бірден байқадым, бұрыннан танымасам да, бір-екі видеоларынан ақ қандай қыз екенін. Вот. Так, енді қарым-қатынасқа келетін болсақ, екеуінің сендерге ұнайтын махаббат әуендеріне тоқталайық. Енді сендер ақмақ болмасаңдар, түсініп тұрған шығарсыңдар, что это шоу. Біріншіден. Бір 100-ден 1-2 парочка болып үйленген шығар енді. Но бұл шоу. Осыны түсініңдер. Хорошо? Хорошо. Екіншіден, бұл жерге өзін пиарить ету үшін келеді, да? Инстаграм парақшасын дамытып алу үшін, көрермендер жинау үшін. Молодцы! Ничего против не имею. Әркім әртүрлі өзінің қолынан келетін іс-әрекетпен оқырмандарды жинайды. И Әсел келіп отырған бұл бірінші бағдарлама емес, оған дейін келінім деген бағдарламадан көрдім, шашылысып төбелесіп жүргенін. Өте қызық, өте қызық. Одан кейін барып бір болайық, екі болайық, сосын қалаулым, қаламадым деген сияқты өте көп жаңағыдай шоу передачаларда болған. Әселдің бір үзіндісі маған келеді тиктокта. Сізге қандай ер азамат керек деген кезде айтқаны. Маған жаңағыдай абьюзер, тиран, ред флаг, бекабай, ондай ер азамат керек жоқ. Біздің менталитет бойынша мені тәрбиелегісі келетін. Мен тәрбиемді алып қойған адаммын. Мені тәрбиелеудің қажеті жоқ. Бека болсаң пачална қой. Маған ондай ұнамайды.
маған көзі ашық, көкірегі ояу, современный, мен сияқты көзқарастармен өмір сүретін ер азамат керек дейді. Бірақтан да не зарекайся дейді ғой. Именно батыстың о жақта енді бізде салт дәстүріміз қатты ұсталынған ғой. Иә, вот сол жақтан жігіт келеді ғой. Есімі оның Шүкралла. Шүкралла. Мен есімін естіген кезде таң қалдым. Серьезно деп? И вот, ол жігітті де зерттеп тастадым. Вот Әселге келместен бұрын тоже сондай бір болайық, екі болайық деген сияқты ТВ шоуларға қатысқан екен. Ол кезде бірақ, бля, тірі деген кешір мені деп тұр ғой. Қазір ғой бойы ұзын, статный, бізге бір әдемі көрініп тұрғаны. Бірақ ол жерде кешір мені, Қайрат Нұртас 2 ғой, ана жерде. Кешірім сұраймын, Шүкралла. Мойындаңдаршы, ол кезде Шүкралла сендерді тартқан жоқ қой. Ерекшелігімен, түрімен, я, харизмасымен дегендей. Енді ұнаған жоқ, я, көбісіне. А неге қазір ұнап тұр? Саған сұрақ. Қазір көп қыздардың су ағып жатыр ғой. Аузынан да басқа жерінен де. Неге дейтін болсаң, анандай 33-кінің жәнінде қандай болмасын ер азаматты әкеп қойшы. Әдемі көрінеді бізге. Ерекше ер азамат болып көрінеді. Неге деп сұрайтын болса, ол жерде әйел адамның еркегіне деген көзқарасы. Мен всегда айтамын, ер азаматыңды көтермеле деп, саған байланысты. Хочешь оны хан қылғың келсе, оның ханшайымы болғың келсе, оның статусын өзің көтере біл. Оған тамсана біл, мақтай біл, бүйтіп еркелете біл, көтермелей. Бұл жерде Әселдің ер азаматын көтермелейтін іс-әрекеттері көп. Әсел еркегіне тамсанғаннан кейін, еркегіне еркелегеннен кейін, оны көтермелегеннен кейін, сен де автоматически фокус внимания оған бөлесің. Экран арқылы қарап отырып, вау деп. Өйткені ол қалай тамсанады, қалай ер азаматын көтереді, қалай онымен мақтанады, тамсанады. Что автоматически сен де оған қарап, да, сондай ма дегенде қарайсың да, мән беріп. Да ты что деген сияқты. И сен де оны ұната бастайсың. Сен де оны сыйлай бастайсың. Сол үшін де әрбір үйде отырған келіншектердің құлақтарына алтын сырға, жандарым, ер азаматыңды көтеру де түсіру де өзіңе байланысты. Это во-первых. Тамсана білсең, оны ханындай көре білсең, оны жаңағыдай көтермелей білсең, қасыңда отырған адамдардың барлығы. Я сен сыйлап, ер азаматыңды көтермелей білсең, оған тамсана білсең, автоматически қасыңда отырған адамдардың барлығы оны қолдап, тамсанып, құрметтей бастайды. Өте көп случайлар болды. Мысалы, бір үстел басында ер мен әйел отыр. Еркегі бір жұмыстарын айтып бастады, енді өзінің тілінде айтып бастады, осындай тірліктермен, осындай деп сөйлей бастады. Я, ту деп көп сөйлейсің, ту мән бермеңдерші деп. Я, ер азаматын бөлді ма? Я, ту мен айтайшы, тұра тұр, сен дұрыстап жеткізе алмайсың деді ма? Болды ғой, өзінің еркегін бірден 35 адамның көзінше түсіріп тастады. Ал егер күйеуі қайлай сөйлеп атса да, қандай тілде, өзінің ыңғайлы тілінде, я кейде боғауыздарын қосып сөйлеп атыр ма, неважно қалай сөйлесе де, да? Солай ма? Аха, сосын не болды деп ше? Мән беріп, көтермелеп, осылай тамсанып тыңдайтын болсаң, байқашы жан жағыңдағы адамдарда бірден үндемей әңгімесін тоқтатып, сыйластықпен ол адамды, сенің ер азаматыңды көтермелеп, я, тыңдай бастайды. Я. Таққа таласатын әйелдерге құлақтарың алтын сырға. Сен, ты же хочешь ханның ханшайымы болуға? Неліктен таласасың? Сол бір тақты көзге көрінбейтін. Әсел сияқты ер азаматыңа бере салшы. Қалай сені ер азаматың алақанында ұстамайды? Қалай саған күнделікті кездескен сайын гүл бермейді? Қалай саған внимание, махаббат, ақшасын аямайтынын көресің? Көрдің ба?
жаным, енді ойлан. Сол әселдің арқасында шүкіралла деген ер азаматтың да дәрежесі өсіп отыр. Сол үшін де ол ер азамат қызықты болып көрінеді бізге. Ол таққа отырғызғаннан кейін ол ер азаматтың вниманиясы да таусылмайды. Ұнатпай келсе де қазір ғашық болып қалуда. Вот видишь, как это работает. Еркелетпейін десе де еркелетіп қояды. Көтермеймін десе де көтеріп қояды. Қызын, я? Қазір қызы ғой, допустим, ертең әйелі болса, солай болады ол. Өйткені ақылды да қасындағы қыз. Кейінде арпылдасып отыратын Василегіміз, шүкіралла қасында отырса, мамақан, ути-пути, няшка болып қалады да, сонда беззащитная, вот маленькая девочка болып қалады. Но біз білеміз ғой, қандай тигрица екен, Әселдің да. Мен уже 45 видеосын көріп жаттап алдым бұл қызды. Не деп тұрып, шүкіралла кеп қой. Мне так грустно, мне так обидно. Неге олай жасайсыңдар деп ше. Ой, жаным, Әселек, сен ше прям құшақтап алып, бірден еркелеткің келеді, да? Ой, күшті істейсің, жаным. Шабыттанып. Бұл қыздан үйренерім көп. Әртүрлі флирт техникалары бар, даусының тоны, деп ойланып қалып сөйлеуі, өзін ұстауы, күлімдеуі, қылықтарын жіберуі, өзін қорғап алатын мықты мінезі, границасынан ешкімді өткізбеуі, өзіне керек кезде. Керек кезінде кішкентай қыз бола салуы, қалай рөлдерді алмастырады. Өзіне әдемі жарасатын харизмасы, барлығы бар. Сосын Әсел ер азаматтарға қандай қыздың ұнайтынын біледі, қандай әйелдің ұнайтынын біледі. Она сексуальная, и она показывает, какая она. Мен алсаң ертең деп тұр ғой, шаршамаймын ғой деп тұр ғой. И сен де шаршамайтын боласың. Там, сям, так, мына позада, ана позада. Көрдің ба? Менің бүксемді, көрдің ба менің энергиямды, алауымды деп тұр ғой. Нормальный еркекке, ондай қыз ұнайды. Тұратын болса бір жері. Тұрмайтын болса, немесе осы бір жаңағы менталитетпен үйге қатын болатын қыз керек дейтін болса, конечно, ол ұнамайды оған. Өйткені ондай қызды бағындыра алмайды ғой, жаныма ол. Басын идірт алмайды ғой, ұстай алмайды ғой. Көрдің ба? Үлкен еңбекпен жасалынып отырған әрбір разборым саған өтіп отырғанына мен қатты қуаныштымын. Бүгінгі разборда ұтқан адам Әсел болды. Әселдің психологиясын, қылықтарын, энергиясын зерттей отыра, сен тез өзгересің. Себебі бұл адам саған жақынырақ, өйткені сен күнде көрудесің ол адамды. Танығың келді, білгің келді. Тартты, Бүгінгі разбор саған 2х болып тез жетті да. Өйткені сенің сүйіп көретін адамыңа мен разбор жасадым. Разбор бұнымен біткен жоқ. Әрі қарай жалғастырамыз. Сен реакцияңды. Әселге келген үміткер жігітке тағы да тоқтайық. Психологиялық парт. Мен әрдайым айтамын, сені сүйетін ер азамат өзінің принциптарына, өзінің өмірлік көзқарасына, қарсы шыға алады. Керек десең, тума-туыс, ата-ана, жора-жолдас, неважно. Барлығына қарсы шығып, сенің сөзіңді сөйлеп, сені көтермелеп, сені қорғаштап тұрады. Тек сені сүйсе, шынайы сүйсе. Ал егерде жігіттің ойы басқа болса, бір көріп қалу, немесе жаңағыда өзінің выгодаларымен болатын болса, ол бірден білінеді. Сол үшін де айтарым, өзіңді сүй. Себебі өзін сүйетін қыз всегда привлекательна, всегда сексуальна.
Вот хочется, онымен танысқың келеді, онымен уақыт бөліскің келеді, онымен тұрғың. Сол үшін қыздар айтарым, махаббат өзіңнен басталады. Үшбұрышыңды товар көріп, предлагать етуіңді тоқтат. Яғни, вот я такая хозяюшка, мен саған әдемі әйел болам, мен инабаттымын, мен целкамын, мен пирожки пісіре аламын, тестаны жұқалап жаямын, сен әкешімен тұрамын, сен не айтасың, соған бағынамын, 12-ден кейін мен үйден шықпаймын, мен осындай целочка, припевочкамын, я вот такая вот. Нет, девочки, выбираем. Яғни таңдаймыз. Сенікі қандай? Жуан ба, жіңішке ма? Ұзын ба, қысқа ма? Қайда жұмыс жасайсың? Сенің мінезің қандай? Чо-то бір ред флаг тауысың-ау деген сияқты. Менде осындай талаптары бар. Таңдау сенде болу керек. Әйел адамның өмірі итакта оңай емес. Адамнан адам шығу. Ол адамды тәрбиелетіп, тұлға қылып шығару. Өзіңнің развитияң бар. Денеңнің бала босанғаннан кейін шашылып қалуы. Сол бір сүйікті адамыңның тума-туысы бар, Бізде, біздің менталитет бойынша әйел адамды, келінді, сынауы бар, отыру бар, тұру бар, Ойбай-ау, оңай емес. Сондықтан да итак оңай емес. Өзіңнің тағдырыңды одан сайын ауырлатпа. Барлығы да өз қолыңда. Когда сен таңдайсың, сенің таңдауыңа сәйкес келу үшін ер азамат барлығын жасайды. Өйткені ондай қыз, ондай әйел оған ұнайды. Түсініп тұрсың ба? Талап ететін. Өзін предлагать ете бермейтін. Түсініп тұрсың ба? Тағы да көзіңді ашайын мен сенің. Қашан көрдің? Нормальный еркек, көтін ашып мені, беріп тұрған мені. Сікші мені, алшы мені алшы деп тұрған қатын, деп тұрған қыз ешқашан ер азаматқа қызық емес. Өйткені оған қолы тез жетеді оның. Олар жаратылысынан жануар тәрізді. Осы сөзімді ұғынып ал. Олар всегда охотаға шыққандай, сыртқа шықса, бірден солай жүреді. Охотада жүреді, түсініп тұрсың ба? Сен оңай берілмеу керексің, оңай саған қолы жетпеу керек. Оның саған қолы жетпеген сайын сен оған қызықтысың. Саған қолы жетпеген сайын ол талпынады. Саған жету үшін бір жетістіктерге жетеді. Әрдайым әйелдің үшбұрышы оған мотивация, особенно сүйікті әйелінің. Тез берілетін, тез танысатын, тез өзінің ішкі жан дүниесін бірден ашылатын, тез сенетін, тез ғашық болатын, тез өзінің өмірін жертвовать ететін, сол ер азамат үшін тез ғашық болатын дейікші. Тез ғашық болатын қыз бен әйел ер азаматқа қызық емес. Қызық емес. Мың бір түндегі Шахерезада құсап, әр парақшаң, әрбір қылығың, әрбір эмоцияң, сен таусылмау керексің ғой, сені оқи беру керек. Әр парақшаң, енді парақша деп образын айтамыз ғой. Әрбір сенің қылығың мен мінезің, оған бір загадка болу керек. Оны ол шешу үшін күнделікті талпыну. Тағы да көзіңді ашамын. Не благодари, просто реакцияңды бас. Өзін предлагать ететін қыздар, ол қандай қыздар? Тағы мысал келтірші дейтін болсаң, яғни үшбұрышын. Ол мына қыздар. Мен бірден историясын айтып бастаймын. Мен ажырасқан едім. Мені ұрды соқты. Мені сен аласың ба, мені қатындық қаласың ба дегендей. Өзінің бұрынғы өткен қатқан боғын жібітіп, өзін предлагает. Ажырастым, мені зорлап қойды, мен целка емеспін. Менің 2 балам бар, ажырастым, биттім, сөйттім. Мен қыз емеспін, сондағы бар. Енді жаңағыдай отличницалардың. Мен қызылға бітірдім, мен жақсы оқимын, мен жақсы әйел боламын, біздің үйде осылай тәрбиеледі, мен дайынмын сенің айтқаныңа бас июге, ер азамат деген ол тұлға, мен сені депші. Таста. Қатындарда, келіншектерде. Менікі қызық емес па?
Мен ұнамай тұрмын ба? Мен толып кеттім ба? Мен бала туғаннан кейін толып кеттім, менің көтім қарама, мен ауа қосылғанда ауа шығама, ұнамай отыр ма? Бір сүкші, бір кірші. Саған басқа қыз ұнап қалды ма? Сен қайда жүрсің? Неге трубканы алмайсың? Кіммен сөйлесіп жатсың? Кіммен жазысып жатсың? Қайда кетіп бара жатсың? Шаға кетпеші, мен сені қызғанамын. Менің үшбұрышым бар ғой, мен сенің әйелімін ғой. Мені сөкші. Позорище. Қызғаншақ қатындар, где вы? Әлі өтсің ба? Байың бір қоңыр салбыраған атына жармасып таста. Вот. А нағыз сүшкі, ол таңдайды. Түсініп отырсың ба? Не предлагает, таңдайды. Осы сөзімді. Жаным сол. Это не из-за того, что сен қызық емессің. Это не из-за того, что сен әдемі емессің. Сен сұлусың. Сен өте сұлусың. Қашан сен осыны ұғынасың? Сенің жан дүниең керемет. Просто сен бұтыңның арасын, әпшуіңді, мен мыңды, амыңды, предлагать етіп, адамның заебалын шығарып жібердің. Вот и все. Сенен қашады. Қалай ол саған желаниясы болып былай деп қосылады, ол сенен қашады. Жылықтырып жібердің да? Былай. Өзіңмен айналыс, өзіңді таны. Сенің қолыңнан әлі бір шама тірліктер келеді. Өзіңді тани білсең, сен хотя бы дәл қазір өзіңнің сүйікті ісіңді тауып, сонымен с любовью ақша табатын едің. Бар ма? Ол сенің күйеуің болса да, сен оған қызықты бола аласың. Просто өзіңді дамытып, өзіңді сүйіп, өзіңді құрметтеп, оған талап қоя білсең болғаны. Оны напрягать ете білсең болғаны. Әдемі, грубо нагло емес. Үйрен Әселден. Депші, почему бы и нет? Жарасады бізге. Бізге жарасады қылық, эмоция. Бізге жарасады сол бір сексуальность, нежность, еркелік. Өйткені біз әйелміз. Вот. Всех люблю и обожаю. Бүгінгі разборым сізге ұнады деген ойдамын.